Бәріңе сәлем. Осындай котлетті фаршсыз, етсіз жасауға болатынын білесіз бе? Ендеше видеоның соңына дейін көреміз. Ең алдымен гречкамызды суға жақсылап жуып аламыз. Содан соң үстіне ыстық су құйып, қайнатып, пісіріп аламыз. Сөйтіп, картошкамызды фольгамен ораймыз. Оны духовкаға жібереміз. Шамамен 20 минуттай тұрып пісуі керек. Жуамызды қуырамыз. Қуырылған жуаны жаңағы піскен гречкамыздың үстіне саламыз. Сәбізімізді теркадан өткізіп саламыз. Жұмыртқа қосамыз. Мен аздап сүт құйдым блендермен өткізу үшін. Содан соң дайын болған картоғымызды суытып, теркадан өткізіп, барлығын араластырып, тұз бұрышын сеуіп, мен сосын осындай панировкаға екі бетін аунатып алдым да, сосын азғантай май құйып, осылай қуырдым. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер.